10 сынып алгебра және анализ бастамалар пәні номер 7 сабақ. Сабақтың тақырыбы функцияның қасиеттері. Сіздерге қойылған мақсат функция қасиеттерін анықтай білу, функцияның анықталу облысы және мәндер жиынын түсіну. Жетістік критериялары. Функция қасиеттерін анықтайды және функцияның анықталу облысы және мәндер жиынын түсінеді. Анықтама. Анықталу облысының кез келген нүктесіндегі f от x функциясының мәндерінің абсолютті шамасы белгілі бір b үлкен 0 санынан кіші немесе оған тең болса, яғни f от x кіші және тең b-дан және x, мұнда ол осы жиында шектелген функция деп аталады. Мысалы, y тең болады синус x және y тең болады косинус x функцияларының мәндерінің абсолют шамалары бір санынан аспайды. Келесі видеоға назар аударайық. Мұқият қараймыз. Келесі қасиет ол бізде шектелгендік. Яғни функция бізде төменнен немесе жоғарыдан шектелген болып табылады. Жоғарыдан шектелген. Егерде функция қандай да бір m мәннен кіші әрқашан болатын болса, сол сияқты функция бізде төменнен шектелген болады. Егерде функция әрқашан қандай да бір m мәннен үлкен немесе тең болатын болса. Қарапайым мысал ретінде y тең болады түбір асты x. Ол айтылған бір функцияны алуға болады. Көріп тұрғанымыздай, бұл жерде бізде төменгі шек, яғни мүмкін ең кіші мән, ол бізде -1 екен. Расында да -1, яғни x орнына қоятын болсақ, бізде ең төмен қойылатын мән, мүмкін мән ол 0. 0 қоятын болсақ, бізде -1 шығады. Демек, бұл жерде бізде m кішкентай m -1-ге тең екен. Демек, бұл функция бізде төменнен шектелген болып табылады. Келесі мысалға жасайтын болсақ, көріп тұрғанымыздай бұл бізде парабола. Параболаның бас нүктесін, яғни төбесінің координаталарын табатын болсақ, ол бізде -b бөлінген 2a. Демек, ол бізде -4 бөлінген -2. Яғни бұл жерде бізде плюс болады сәйкесінше. Бұнда бізде 2 ғана шығады екен. Енді y координатасын табатын болсақ, парабола төбесінің, ол бізде нәтижесінде орнына 2-ні қояйық. Бізде бұл жерде 4 қосылған сәйкесінше 8, азайтылған 6, нәтижесінде бізде -2-ні аламыз. Координата, яғни x квадрат алдында минус, демек бұл парабола тармақтары бізде төмен қарап тұр. Суретін салатын болсақ, бұл жерде x, y сәйкесінше, координаталары 2 және де -2. 2, -2. Демек бұл парабола бізде осындай түрде парабола болып табылады. Осылайша көріп тұрғанымыздай, бұл парабола бізде жоғарыдан шектелген болып табылады. Келесі анықтама. Анықталу облысы. Анықталу облысының қайсы бір аралықта функция тек 10 мәндерді, ал басқа аралықтарында теріс мәндерді қабылдаса, онда бұндай аралықтарды функция басының тұрақтылық аралықтары деп аталады. Егер y тең болады f от x функциясының анықталу облысындағы x1 p x2 кез келген сандары үшін f от x x1 және f от x x2 теңсіздігі орындалса, онда функция өспелі, ал f от x1 және phi f от x2 теңсіздігі орындалса, онда ол кемел деп аталады. Егер f от x функциясының анықталу облысындағы x1 x2 кез келген сандары үшін f от x1 кіші f от x2 теңсіздігі орындалса, онда бұл кеммейтін, ал керісінше үлкен болған жағдайда ол өспейтін функция деп аталады. Өспелі, кеммелі, кеммейтін, өспейтін функцияларды бір сарынды функциялар деп аталады. А нүктесінің аймағы деп болса, нүктені қамтитын кез келген аралықта айтады. Келесі анықтамамыз, егер f от x функциясы x анықталу облысында бір сарынды өспеліне кемел функция болса, онда функцияның y
мәндер жиынында анықталған бір санды өспелі, бір санды кемелі функция оның кері функциясы болады. Егер f от x функциясының f функциясының анықталу облысы g функциясының мәндерінің облысы болса, f функциясының мәндерінің облысы g функциясының анықталу облысы болса, онда g функциясы f функциясына кері функция деп аталады. Келесі мысал есептер. Функцияның ең кіші. Бірінші графада функцияның ең кіші 10 периодын табу, екінші графада берілген функцияның анықталу облысын табу, үшінші функцияда функцияның тамбар тұрақтылығын аралықтарын анықтау. Бірінші функциямызда y-тен болады 3 косинус 4x-тің периоды, ол бізде жауабы π бөлінген 2. Келесі анықталу облысы f от x-тен болады 3 бөлінген x минус 2. Осы функцияның анықталу облысын табу үшін бөлшектің бөлімін тең емес 0-ден деп алып, x-ті табамыз. Сонда аралығы минус шексіздіктен 2-ге дейін және 2-ден плюс шексіздікке дейін. Келесі тамбар аралықты анықтау. Берілген функциямызды 0-ге теңестіріп алып, x-ті табамыз. Сонда өсуі ол бізде минус 10-нан плюс шексіздікке дейін, ал кемуі минус шексіздіктен минус 10-ға дейін. Енді осы мысал арқылы сіздерге тапсырма беріледі. Берілген тапсырма функцияның анықталу облысын тапасыздар. Екінші графадағы бойынша төменде берілген 3 функцияның анықталу облысын табасыздар. Дәптерімізге есептеп шығарайық. Бірінші есеп y-тен болады 5 бөлінген 2x минус 6. Екінші y-тен болады x плюс 8 бөлінген 3. Үшіншіміз 1 бөлінген 15 x минус 3-ке. Анықталу облысын табу үшін теңдеуді 0-ге теңестіріп аламыз. Немесе үлкен таңбасын алып 0-ге теңестіреміз. Есепті шығарайық. Анықталу облыстарын табайық. Екінші графадағы мысал ретінде қарауларыңызға болады. Жақсы, есеп түсінікті болса, сау болыңыздар.